Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қалдарың қалай? Здравствуйте, ребята! Как ваши дела? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Начинаем урок казахского языка. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мен үйге барамын». Тема сегодняшнего урока «Я пойду домой». Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Первое задание. Слушай и повторяй. Үй, дом, мектеп, школа. Екінші тапсырма. Второе задание. Тыңда, қайтала. Мен мектепке барамын. Я пойду в школу. Мен үйге барамын. Я пойду домой. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Слушайте и повторяйте, ребята. Мен мектепке барамын. Я пойду в школу. Мен үйге барамын. Я пойду домой. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді төртінші тапсырма. Сұраққа жауап беріңдер. Жауаптарыңа сәйкес үйдің немесе мектептің суретін сал. Сен қайда барасың? Ты куда пойдешь? Сен мектепке баратын болсаң, мектептің суретін сала ғой. Ал егер үйге баратын болсаң, үйдің суретін сала ғой. Жарайсыңдар, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Молодцы, ребята. На этом наш урок окончен. До свидания, ребята.